عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن المنزلك عند آخره آية تقرأها. Абдулла ибн Амр разияллаху анху пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдан ушул хадисти риваят кылды. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Құран егесі, Құран оқып жатқан, Құран жаттап жатқан инсан бұл дүниеде қандай Құран-ы кәрімді оқи тұрған болса, мына ошол Құран-ы кәрімді оқығанда Құран әрбір аят оқылған сайын жоғары көтеріле береді. Жоғары көтеріле береді. Анан ал қашан ең ақырқы аятты оқығанда, ең ақырқы аят қайсыл даражаға чейін көтерілген болса, мына ошол Құран оқып жатқан адамдың орды ошол даражада болады, тақсыларым. Ошол даражада болады. Bir пара оқысаңыз, bir паралық даражада, екі пара оқысаңыз, екі паралық даражада, қайсыл жерге чейін ақырқы оқыған аяттыңыз жеткен болса, ошол жерге чейин көтеріледі. Яжи'ул Кур'ана яумал қиямат фаяқул. Абу Хурайра бұл хадисті риваят қылды. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты. Құран қиямат күні айтады. Фаяқул я Рабби халлихи фаюлбасу таажил карама. Құран-ы кәрім ақырет күнінде Алла Тааланың алдына келіп ушундай деп айтады. Я Раббим, бұл инсан сенің ұлық болған Құран-ы кәріміңді жаттаған инсан елі. Сен бұл инсанға тажы кигіз. Алла Таала ал инсанды ұлықтап башына тажы кигізеді. Андан кейін Құран-ы кәрім дағы айтып жатады. Я Рабби зидху фальюлбасу хуллахул карама. Я Раббим, бұға сен дағы қошқының, бұға сен сарпай кигізгінің. Сарпайды ең ұлық болған қонағуызға же болбосо ошондой бір инсанға кигізебиз. Құран кәрім айтып жатады. Еми сен бұға сарпай кигізгінің. Сумма яқул я Рабби ирда анху фаярда анху. Андан кейін сарпай киіп башына тажы киілгенден айтады. Я Раббим, Құран-ы кәрімді жаттаған үшін сен емі бұға разы бол. Бұлар сенден разы. Фаяқулу лаху иқра варақта ва тузаду би күлли аятил хасана. Сен қыраат қылып даражаңды көтере бер. Саға ар бір аяттағы ар бір тамға үшін өте чоң хасанаттар жазылады. Вали аби Дауд من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة دعوه أحسن من زوع الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيهم فما ظنهم بالذي عمل بهذا. Абу Дауд ушундай деп айтады. Ким Құран-ы кәрімді жаттаған болса, ақырет күнінде анын ата енесіне падышалар кийчү тажы кигизилет башына. Ал тажыдан ушундай нур чыгат, бул дүниедегі күн қандай бізге нур чачып тұрған болса, жарқырап ал тажыдан ошондой нур чыгып турат. Бул Құран-ы кәрімді жаттаған инсандарға мындай ажыр соғып берілсе, эми ал Құранға амал кылган инсандарға қандай ажыр соғып беріштігін бұны өзіңөрдүн ақылыңар менен сезіп туюп алгыла дейт. Урматтуу жамаат, Құран жаттоо бул Аллахтын мужизасы. Бұндай bir kitapты толық жаттап алу башка илимдерде кездешпейді. Құран жаттап жатқан кезде адам өзінің
өмүрүн курбандыкка чалат, убактысын курбандыкка чалат. Мына биздин карыларды дагы ушул жердеги жамаат, эми жумага келчү жамаат көрбөсө дагы ушул жерде 5 убакыт намаз окуп аткан жамаат көрүп атат. Жаш балдар тизесине отуруп алып, чөкөлөп отуруп алып, эртеден кечке Куран жаттап атышат. Аны менен тең балдар көчөдө ойноп жүрөт. Кээ бирлери ал Куран жаттап аткан балдар менен тең балдар али ата-энесинин койнунан бөлүнө элек. Балам жаш деп наркы бөлмөгө жаткызганга ыра көрбөй өзүнүн жанында алып жатат. А ошондой жаштагы балдар бул жерде Куран жаттап атат. Ал балдар шаан шөкөт, оюн күлкү, шапар тээп жүргөн кезде булар бул жерде мустою олтуруп, Кудайдан тилеп, Аллахым зейин бер мага, Куран Каримди жатташка жардам бер деп Аллахка жалбарып, ушул жерде Куран окуп отурушат. Алла Таалам ар бир ата баласы кары болуп, бул дүйнө ахирет бактылуу болушуңуздарды мен Аллахтан тилеймин. Кары ахирет күнүнө барганда ата-энесине Алла Таала тажы гана кийгизип койбостон, өзүнө караштуу туугандардан бир нече, кээ бир риваяттарда айтылат 70ге чейин өзүнө жакын инсандарды шафаат кылыш мүмкүнчүлүгүн алат. Ошон үчүн кимдин баласы Куран жаттап жаткан болсо, кимдин тууганы Куран жаттап жаткан болсо, жакшылап билип ал сенин бейишиң. Ал сенин бейишиң. Сен урматта, сыйла, урматта аны, анын кызматын кыл. Булар тирүү Курандар. Мына ар жумада келип угуп атасыздар. Ар жума, бул жыл 12 ай, бул мечитте жыл 12 ай токтобойт таксыларым. Жыл 12 ай Куран хатым болуп турат. Жыл 12 ай. Алла Таалам биздин жамаатыбызга ден соолук күч кубат, иштеринде береке, ортого ынтымак, биримдик бер. Тутуп жаткан орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Ар-Райян эшигинен бейишке киришке Аллахым насип кылсын.